сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтыным осындай семіз дене. Ол үшін бізге 3 сантиметрлік жұмсақ поролон керек. Біріншіден, мына қарнымыздың поролонды тура центрін тауып аламыз. Соның екі жағынан бірдей ғып параллельно выточка жасаймыз. Выточкамыздың биіктігі бір 10-12-11 сондай сантиметр. Жалпақтығы 3-4 сантиметр болады. В общем, қандай қатты домалақ қылғыңыз келсе 4 сантиметрдей алуға болады. Өстіп выточкамызды жасап аламыз. Тіліп бізде поролонды пышақпен тілген жақсы. Сонда теп-тегіс болып жабыстырған кезде клейге әдемі болып шығады. Қайшымен кессеңіздер қыртыс болып кішкене түзу болмай қалады. Өлшеп көріп жатырмыз, домалана ма екен деп. Енді үстіңгі жағынан да осындай выточка жасаймыз. Өйткені ол домаланып төбесінен аяқ жағына қарай күш түсіп тұрады ғой, сондай анадай домаландыру үшін. Бұл выточкамыздың енді ұзындығы бір 20 сантиметрдей болады. Үлкендігі бір 3 сантиметр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өстіп кесіп аламыз да, жасап бір-біріне одан кейін клейлейміз. Мен алдыңғы видеоларымда көрсеткім, қандай клеймен клейлейтініміз. Найрет деген клей, ол поролонға да арналған, көп мебельдің жаңағы материалдарын клейлегенге, кожаны клейлегенге бәріне өте жақсы клейлейді. Соны пайдаланамыз. Мен оны бутылка құйып аламын, сонда удобно. Былай қолыңызды былғап, сондай не болады да. Осылай жақсаңыздар аккуратно жағылады. Құрметті көрермендер, менің видеома тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Аяғына дейін көрсеңіздер, бұл денені біздің артистеріміз қайсы артист киетінін көресіздер. Бұл татар жазушысы Гүзел Яхинаның романына арналған спектакль Зулейха деп аталады. Оның қоюшы режиссері Әлібек Өмірбекұлы, қоюшы суретшісі Арман Теміртас. Сол кісілердің ескізі бойынша жасалынып жатыр. Міне ішіміз дайын болды. Енді мына кеудесін жасау үшін, мына бізде кеудесі выкройкада кішкентай, бұл үлкен болғандықтан және семіз болғандықтан, оны біз мына ішінің үстінен жабыстырып жасаймыз. Бұл жерде де осындай выточкалар бүріп жасаймыз. Оны қазіргі мына іштегі сияқты выточкалар жасап көрсетемін. Выточкамызды жасау үшін де бірінші бүріп көреміз, қандай жерден жасау керек екен. Содан кейін барып тіліп, қанша тереңдікте қанша алу керек екен, енді өзіңіз жасап отырған кезде байқап отырасыз. Бізде мына арқасына қарай қайырамыз, өйткені бұл бізде салбырап тұрған семіз адамның емшегі болғандықтан осылай істейміз. Және де астынан тағы да
омырауның астынан тағы бір қабат домалатып, поролон 3 сантиметр поролонды клейлеп тастаймыз. Міне көрініп тұрғандай осы жердегі алдына артына да сондай. Енді оның сыртынан біз мынандай синтепонмен қаптаймыз, чтоб анау денеге ұқсасын деп. Барлығын біз мына жаңағы найрет клеймен жабыстырып аламыз. Өйткені синтепонымыз анда-мында қозғалып кетпес үшін. Міне біздің кеудеміз уже дайын болып қалды. Мен айтатын бір жағдай, ортасын, мына поролонның тура ортасын кесеміз. Кесіп, о жерді біз матамен клейлеп қоямыз. Өйткені адамның омыртқасы ішіне кіріп тұрады ғой, сол сияқты келтіріп жатырмыз. Өстіп, материалмен клейлеп, одан кейін мына сыртын бәрін синтепонмен қаптап алғаннан кейін бұны жаңағы лайкра трикотаж матамызбен қаптап аламыз. Қолға келетін болсақ, қолымызды екі қабат лайкра или трикотажбен астында үстінде жасаймыз. Ортасына синтепон, қалың синтепон қоямыз. Өйткені бұл бүгілісте қимылдаған кезде кедергі болмас үшін. Міне менің жасаған денем бітті. Міне басты кейіпкерге кигізіп өлшеп жатырмыз. Енді міне видеом аяқталды. Хош, сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Менің видеоларымна қарап, өздеріңіз пікірлеріңізді, лайктарыңызды басып отырыңыздар.